Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге Назерке. Бүгін біз үй жағдайында нан әзірлейтін боламыз. Ол үшін алдымен опара дайындаймыз. Жылы суымызға дрожжды, зекерді және ұнды салып араластырып, 15 минутқа бетін жауып, жылы жерге қоямыз. Опарамыз көтерілгеннен кейін үстіне тұз, ашытқы және қантты салып араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін үстіне су құйып және ұн қосып қамыр илейміз. Барлық рецепттер описанияда жазылып тұр. Біркелкі қамыр илеген соң бетін жауып 1 сағатқа көтерілуге қоямыз. Көтерілген қамырды кішкене майлай отырып ыдысынан шығарамыз. Қамырды өзіңіздің қалыбыңызға қарай екіге бөлесіз. Мен қамырды 650 граммнан бөліп орналастырдым. Қамырды ыдысқа салмастан бұрын көмірқышқыл газын шығарып орайтын боламыз. Қамырымыз ыдыстың бетіне жеткенше бөлме температурасында көтеріледі. Қамыр көтерілгеннен кейін пешке 1 сағатта пісіріп аламыз. Осымен біздің үй жағдайында дайындалатын нанымыз дайын болды. Дүкеннен еш айырмашылығы жоқ, одан 2 есе дәмді болып шығады. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет, лайк басуды ұмытпаймыз.